Мен неге сонша ақымақ болдым? Алиханды ойламай ақша құрта беріппін ғой. Мен жаныма масыл болмай, оған қолдау көрсетуім керек. Біз бір отбасымыз ғой. Жан, тұра ғой. Менің саған айтатыным бар. Иә, жаным, тұрып жатырмын. Кешір мені, Алихан. Мен байқамаппын сенің қиналғаныңды. Маған ең бастысы сенің қолдауың, жаным. Тұр, шай ішейік, саған бір нәрсе көрсетемін. Жарайды, жүр. Жаным, Енді бәрін бірге шешейік, тапсырыспен тамақ ішпей-ақ өзіміз дайындайық. соны түсем басынан айналдым. Әр отбасыда қиыншылық болады, бірақ оны бірге шешу керек. Енді Алиханның демалып, өзіне көңіл бөлуіне уақыты болды. Отбасы болу оңай, бірақ отбасын сақтап қалу қиын. Сол үшін бір-біріңізге қолдау болыңыздар, қателікті кешіріңіздер.